Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге жаңа жылдық дастарханға қойылатын салаттың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар. Қажетті құрамдар: піскен тауықтың төс еті 500 грамм, сәбіз 200 грамм, жұмыртқа 4 дана, қызылша 240 грамм, картоп 250 грамм, ірімшік 200 грамм, майонез және тұз дәміне қарай, сарымсақ 2 дана, жаңғақтар 100 грамм, және де бәрін үкіштен өткізіп аласыздар. Ең алдыменен 20 сантиметрлік формада тауық етін салып аламыз. Тегістеп шығамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Содан кейін майонезбенен жағып шығамыз. Содан кейін картоп саламыз. Тағы да тегістеп шығамыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де майонезбенен тағы да жағып аламыз. Енді майонезбенен жағып шыққаннан кейін сәбізімізді саламыз. Тағы да тегістеп аламыз. Тұз саламыз. Содан кейін майонез саламыз. Енді ірімшігімізді салып шығамыз. Тағы да тегістеп шығамыз. Сондан кейін жаңғақтарды саламыз. Жаңғақтар міндетті түрде емес. Жоқ болса салмай қойсаңыздар да болады. Енді қызылша менен сарымсағымызды араластырып аламыз. Осының бетіне салып шығамыз. Жақсылап тегістеп шығасыздар. Содан кейін майонезбенен жағып шығамыз. Енді жұмыртқамызды саламыз. Тағы да тегістеп аласыздар да, дәміне қарай тұз саласыздар. Содан кейін майонезбенен жағып шығасыздар. Содан кейін осылай видеодағыдай көрсетілгендей қалған жаңғақтарменен салып шығасыздар. Піскен сәбіздің қалғанын кесіп осылай видеодағыдай көрсетілгендей салып шықсаңыздар болады. Мен форманы әсемдікті сағат тәрізді жасадым. Енді 1 сағаттай тоңазытқышқа қойып қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.